Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен анар жемісінің қасиеті туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап лайк қойды ұмытпаңыздар. Ең бірінші, гемоглобинді жоғарылатады. Анар жемісі қаназдық ауруымен күресуге көмектеседі. Осы дерт кезінде анар шырынын 2 ай көлемінде 3 стакан ішу абзал. Қан қысымын төмендетеді. Анар дәндері қан қысымы дертіне шалдыққан науқастардың артериалдық қысымдарын түсіруге көмектеседі. Кептірілген жеміс жарғағын шайға қосып ішсе, жүйке жүйесін қалпына келтіріп, түнгі ұйқыны жақсартады. Гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісінің дәнінің құрамында май бар. Ол ағзадағы гормондық балансты қалпына келтіреді. Сол себепті жеміс дәндерді жеген пайдалы. Ауыз қуысын тазалайды. Жеміс қабынан жасалған су тұнбасы немесе шырынын ангина мен фарингит ауруларын емдеу кезінде тамақты шаюға пайдаланады. Инсулин алмастырады. Анар жемісі қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға өте пайдалы. Тамақ ішпес бұрын 60 тамшы жеміс шырынын күніне 4 рет қолданса, қан құрамындағы қант деңгейі төмендейді, радиацияны шығарады. Анар шырыны радиоактивті изотопты заттармен жұмыс жасайтын немесе радиацияны жоғары аймақта тұратын адамдарға ішкен жөн. Ағзадағы құрттардың көзін жояды. Піскен анар қабығы құрамында құрттарға қарсы алкалоидтар бар. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін 40-50 грамм анар қабығын 400 грамм суға салып қайнату арқылы ағзаға іштей қабылдау керек. Іш өтуді тоқтатады. Анар жемісі мен қабығын іш өтуге, тоқ ішектің қабуына қарсы қолданады. Ағзадағы қабынуды емдейді. Жеміс қабығы адам ағзасындағы бүйрек, бауыр, көз, құлақ, бауыр, буын қауруларына қарсы емдік мақсатта пайдаланады. Ол үшін 2 ас қасық анар қабығын 1 стакан суға салып 30 минуттай қайнатып, дайын болған тұнбаны күніне 50 граммнан 2-3 рет ішкен дұрыс. Ал сіз анар жемісін жақсы көресіз бе? Қаншалықты жиі тұтынасыз? Видеоның астына комментарий ретінде қалдырыңыздар.